Барлығына сәлем, сіздермен бірге дәрігер Аружан. Бүгін біз ас қорыту жүйесінің ең жиі кездесетін ауруларының бірі гастритті түсінетін боламыз. Жалпы гастрит дегеніміз асқазанның шырышты қабатының қабынуы. Яғни эндогенді және экзогенді факторлардың әсерінен асқазанның шырышты қабаты қабынады. Соның әсерінен асқазанның сөлінің бұзылуы пайда болады және де асқазандағы ауырлық сезімі, дискомфорт сезімімен сипатталады. Қабынулық процесс жүреді. Енді ас қорыту жүйесінің қысқаша анатомиясына тоқталып өтетін болсам, ас қорыту жүйесі, яғни біз тамақты көрген кезде мидан сигналдар арқылы сөл бөліне бастайды. Кейін біз сол тамақты алып, ауызға салып жейміз. Ауызда механикалық өңдеуден өтеді. Механикалық өңдеуден өткен тамақ жұтқыншаққа, жұтқыншақтан өңештен кейін асқазанға түседі. Асқазан қап тәрізді, яғни қап тәрізді мешкообразный орган болып табылады. Тамақты жинауға арналған резервуар сияқты. Ол жерге тамақ түседі, белгілі бір уақыт сақталады, белгілі тамақтың құрамына байланысты көмірсулар аз уақыт, майлар бірнеше уақыт бойы сақталады. Кейін тамақ химусқа айналып, асқазан сөлінің арқасында химустан кейін ол 12 елі ішекке түседі. 12 елі ішектен ас қорытыла бастайды. Кейін аш ішектерде өтіп, ас толық қорытылады. Витаминдері, минералдардың барлығы қорытылып, қалдық өнімдері тоқ ішекке барады. Тоқ ішекте су сіңіріледі. Енді мына жерде бізде сарымен көрсетіліп тұрған асқазанның кардиалды бөлімі деп аталады. Өңеш пен асқазан екеуінің орналасында орналасқан. Ал пилорикалық сфинктер асқазан мен 12 елі ішектің арасында орналасқан. Асқазанның негізгі 3 қабаты бар. Сыртқы қабаты, ішкі бұлшықетті қабаты және ішкі шырышты қабаты. Міне бүрлері, нелері көрініп тұр ішкі шырышты қабатында. Осы ішкі шырышты қабатының қабынуын гастрит деп атайды. Негізгі клиникасына келіп тоқталып өтетін болсам, қандай жағдайда біз гастрит деп күдіктеніп дәрігерге жүгіне аламыз. Егер де тамақтан кейін жайсыздық сезімі болатын болса, жүрек айнуы болатын болса, құсу болатын болса, немесе тамаққа деген мүлдем тәбеттің болмауының әсерінен және де іштің қатты ауырсынуы эпигастр аймағында, яғни қабырғаның төменгі тұсынан ортасынан ауырып тұруы, жайсыздық сезімі жедел түрлерінде дене температурасының көтерілуі де байқалады, іш етуі де байқалуы мүмкін. Сонымен гастриттің негізгі этиологиясы, яғни пайда болу себебі эндогенді, экзогенді факторлар деп айттық. Экзогенді фактор хеликобактер пилоридің әсерінен, яғни хеликобактер пилори негізгі гастриттің қоздырғышы болып табылады. Грамм теріс таяқшалы бактерия болып табылады. Осы бактерия асқазанның шырышты қабатын зақымдайды. Соның әсерінен гастрит пайда болады. Және де гастриттің пайда болуына әсер ететін факторлардың тағы біреуі ол стресс. Стресстің кезінде хеликобактер егерде ағзада болатын болса, ол қозып кетуі мүмкін. Соның әсерінен гастритке айналып кетеді. Және де дұрыс тамақтанбау, тамақтың құрамындағы майлы заттар, тұзды заттар, қанттың көп болуы немесе консерванттардың көп болуы гастриттің қоздырғышы болып табылады. Алкогольді ішімдіктерді ішетіндердің де гастрит жиі кездеседі. Яғни ол да асқазанның шырышты қабатын зақымдайды. Сонымен қатар гастриттің түрлері ол жедел және созылмалы атрофиялық гастрит деп бөлінеді. Атрофиялық гастрит оны кейін бөлек талқылайтын боламыз. Оның түрі басқаша болып келеді. Егер де гастритті уақытылы қалай анықтауға болады? Егер де жоғарыда айтылған симптомдар, клиникалық симптомдар болатын болса, соған қоса
лабораториялық және диагностикалық әдістер, инструменталды диагностика әдістерін жасау керек. Лабораториялық зерттеу әдістері ол жалпы қан анализі, жалпы биохимиялық қан анализдерін зерттеу керек. Ал инструменталды зерттеу әдісі ол ФКДС жасау арқылы жасалады, зерттеледі. Негізінен гастриттің қауіптілігі неде? Ол енді адамның арқауы дейді ғой. Егерде ұзақ уақыт бойы дұрыс тамақ жесең де ауырсыну болса, тамаққа деген тәбетінің болмауы, соның барлығы адамның салмағының азаюына алып келеді, әлсіреуіне алып келеді және қоректік заттардың азаюына алып келеді. Сонымен қатар гастритпен жиі ауыратын адамдарда темір жетіспеушілікті анемия байқалады. Және де гастриттің уақытында емдемейтін болса, онда ол жараға айналып кетуі мүмкін. Язва дейді, асқазанның жарасы, яғни ол шырышты қабатынан бұлшық етті қабатына дейін өтіп кетеді. Асқазанның және 12 елі ішектің ойық жара ауруы деп аталады. Ал оны да емдемейтін болса, хеликобактер пилори тіпті асқазанның қатерлі ісігіне дейін асқындырып жіберуі мүмкін екендігі қазіргі таңда дәлелденіп отыр. Сол себепті де уақытылы өзіңіздің жергілікті учаскелік дәрігеріңізге немесе гастроэнтеролог маманға барып жүгінгеніңіз жөн. Гастрит толық түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қолдау көрсеткеніңіздер. Сіздермен бірге болған Аружан.